Саламатсыздар. Мен номер 2 Өзбекәлі Жәнібеков атындағы мектеп гимназиясының физика пәні мұғалімі Каттабекова Балжан. Бүгінгі сіздермен 10 сыныбында өтетін сабақтың тақырыбы электр сыйымдылығы, конденсаторлар, конденсаторларды жалғау. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты конденсатор сыйымдылығының оның параметрлерінен тәуелділігін зерттеу. Оқушылар, бүгінгі сабақта сендердің білетіндерің өткізгіштің электр сыйымдылығын, екі өткізгіштің электр сыйымдылығын өрнектейтін формуланы білесіңдер. Өткізгіштің электр сыйымдылығының өлшем бірлігін, екі өткізгіштің электр сыйымдылығына тәуелді шамаларды, конденсаторлар туралы мәліметтер аласыңдар. Конденсаторлардың электр сыйымдылығына тәуелді шамаларды, жазық конденсаторлардың электр сыйымдылығын өрнектейтін формуланы білесіңдер. Сендердің меңгеретіндерің бұл сабақта екі өткізгіштің электр сыйымдылығын есептеуді, жазық конденсаторлардың электр сыйымдылығын табуға арналған есептерді шығаруды білесіңдер. Конденсатор дегеніміз қарама-қарсы зарядталған оң және теріс жұқа диэлектрик қабатымен бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйені біз конденсатор деп атаймыз. Конденсатор латынның конденсо, қоюлату, жинақтау деген сөзінен шыққан. Алғашқы конденсатордың шығу тарихы 1745 жылы Лейден қаласында неміс физигі Эвальд Юрген фон Клейст және голланд физигі Питер ван Мушенбург тарихта ең алғашқы конденсатор Лейден банкасын жасады. Сынап шыны ыдысқа салынған шегенің үлкен электр зарядын жинақтай алатынын байқаған. Мұндай конденсаторда сынап бір жоспардың рөлін, ал ыдысты ұстап тұрған экспериментатордың алақаны екінші жоспардың рөлін атқарған екен. Кейінірек астарлардың, жоспарлардың екеуін де жұқа жезден немесе қорғасын қағаздан жасайтын болған. Конденсатордың негізгі сипаттамасы оның электр сыйымдылығы болып табылады. Конденсатор тең әр аттас зарядтармен зарядталған екі өткізгіштен тұрады. Конденсаторды құрайтын өткізгіштер оның жоспарлары деп аталады. Жазық конденсатор екі параллель жазық пластинадан тұрады. Оқушылар, алдымызда конденсатордың схемада мына түрде белгілейтін көрсетілген. Дәптерімізге сызып аламыз. Оқушылар, алдыларыңда конденсаторлардың түрлері көрсетілген. Келесі бізде шама ол электр сыйымдылық балалар. Өткізгіш зарядының оның потенциалына қатынасымен өлшенетін шаманы оқшауланған өткізгіштің сыйымдылығы деп атайды. Біз сыйымдылықты С әрпімен белгілейміз. Формуласы С тең Q бөлінген дельта фи. Тең болады Q бөлінген Уға. Халықаралық бірліктер жүйесінде электр сыйымдылығының өлшем бірлігі ретінде фарад алынған. Бір фарад дегеніміз потенциалын 1 вольтқа арттыру үшін 1 кулон заряд керек болатын өткізгіштің электр сыйымдылығын айтамыз балалар. Практикада қолданылатын электр сыйымдылығының өлшемдері мынадай. 1 микрофарад оның -6 дәрежесіндегі фарадқа тең. 1 нанофарад дегеніміз ол оның -9 дәрежесіндегі фарадқа тең. 1 пикофарад оның -12 дәрежесіндегі фарадқа тең. Оқушылар, біз есеп шығарған кезімізде есепте микрофарад, нанофарад, пикофарадпен берілсе, біз оларды міндетті түрде халықаралық бірліктер жүйесіне, яғни фарадқа айналдырып аламыз. Өткізгіштің электр сыйымдылығы мынадай факторларға байланысты өзгереді. Өткізгіштің электр сыйымдылығы оған екінші зарядталмаған өткізгішті жақындатқанда артады. Екінші өткізгішті жерге жалғау бірінші өткізгіштің электр сыйымдылығын арттырады. Қатты диэлектриктің болуы жүйенің электр сыйымдылығын арттырады. Диэлектриктің қалыңдығын азайтсақ, өткізгіштер жүйесінің сыйымдылығы да артады. Диэлектрик өтімділігі артқанда жүйенің электр сыйымдылығы да артады балалар. Сонымен балалар, конденсаторлардың жүктелуі формасы бойынша жүктелінеді, диэлектрик бойынша жүктелінеді және тағайындалуы бойынша жүктеледі.
Конденсаторлардағы диэлектрик керамикалық, қағаз және электролиттік болып бөлінеді. Электролиттік конденсатор өте үлкен сыйымдылық қажет болғанда қолданылатын конденсатордың түрі. Электролиттік конденсатордың екі еңгізгі сымы болады. Оның оң енгізу сымы теріс енгізу сымынан ұзынырақ болады, балалар. Келесі бізде керамикалық конденсаторлар. Керамикалық конденсаторлар олар екі жағы өткізгіштен жабылған керамикалық дисктен жасалынады. Бұл конденсаторлардың көлемі үлкен болмайды, балалар, дегенмен үлкен сыйымдылыққа ие болады. Керамикалық конденсаторлардың полюстері болмайды, балалар. Келесі бізде конденсаторлар формалары бойынша жазық конденсаторлар, сфералық конденсаторлар және цилиндрлік конденсаторлар болып бөлінеді екен. Жазық конденсаторлар. Жазық конденсаторлар олар қарапайым конденсаторлар. Өзара параллель, бір-бірінен д ара қашықтықта орналасқан металл пластиналардан тұрады. Егер өткізгіштер жазық және өзара параллель орналасса, конденсаторлар жазық конденсаторлар деп аталынады екен, балалар. Ал сфералық конденсаторлар дегеніміз, егер конденсаторлар бірінің ішінде бірі орналасса, өткізгіш сфералардан тұрса, біз оларды сфералық конденсаторлар деп атаймыз екен, балалар. Ал цилиндрлік конденсаторлар дегеніміз, егер өткізгіш тұтас металл сымнан, ал сыртқы өткізгіш тік цилиндр болса, балалар, біз оны цилиндрлік конденсатор деп атаймыз. Балалар, жазық конденсаторлардың сыйымдылығы мына формуламен өрнектелінеді екен. С тең эпсилон нолевой көбейтілген эпсилон көбейтілген С бөлінген Д-ға. Бұл жердегі, балалар, С деп отырғанымыз конденсатордың электр сыйымдылығы. Формуласы фарад. Эпсилон нолевой дегеніміз электрлік тұрақты. Оның мәні 8,85 көбейтілген, оның -12 дәрежесіндегі фарад бөлінген метрге тең екен. Келесі бізде эпсилон ол диэлектрик өткізгіштің көрсеткіші, мәні диэлектрге тәуелділігі. Ал S деп отырғанымыз, балалар, жазық пластинаның ауданы, өлшем бірлігі метр квадрат. Д дегеніміз екі пластинаның ара қашықтығы, өлшем бірлігі метр. Балалар, конденсаторының жалғануы тізбектей және параллель жалғанады екен. Конденсаторларды, балалар, біз параллель жалғаған кезімізде олардың зарядтары бір-біріне қосылады екен. Яғни Q жалпы тең болады. Q1 қосылған Q2 қосылған Q3 қосылған Qn. Келесі біз конденсаторларды параллель жалғаған кезімізде олардың кернеулері бір-біріне тең болады екен. U жалпы тең болады U1 тең U2 тең U3 тең Un. Келесі бізде конденсаторлардың сыйымдылықтары параллель жалғанған кезімізде олар бір-біріне қосылады екен. S жалпы тең болады S1 қосылған S2 қосылған S3 қосылған Sn-ге дейін болады екен. Келесі бізде конденсаторларды тізбектей жалғау. Конденсаторларды тізбектей жалғаған кезімізде, балалар, олардың зарядтары бір-біріне тең болады екен. Q1 тең Q2-ге тең, Q3-ге тең, Qn-ға дейін. Ал тізбектей жалғанған кезімізде конденсатордың кернеуі бір-біріне қосылады екен. U жалпы тең U1 қосылған U2 қосылған U3 қосылған Un-ға дейін екен. Конденсаторлардың жалпы сыйымдылығына кері шама жеке конденсаторлар сыйымдылықтарына кері шамаларының қосындысына тең болады екен. Бір бөлінген С жалпы тең болады, бір бөлінген С1 тең, бір бөлінген С2 тең болады, бір бөлінген Sn-ға дейін екен. Егер С1 тең С2-ге болса, ол Sn-ға тең болады. С жалпымыз тең болады, С1 бөлінген N-ға тең болады екен. Балалар, енді есептер шығарайық. Есептің шарты мынадай. Сыйымдылықтары С1 тең 1 микрофарад, С2 тең 2 микрофарад және С3-іміз 3 микрофарад болатын 3 конденсатор бар екен. Олардан қандай ең максимал сыйымдылық алуға болады, балалар? Ал ойланып көрейікші, балалар. Дұрыс таптыңдар, балалар. Есептің берілгенде С1 тең 1 микрофарад,
С2 тең 2 микрофарад, С3 3 микрофарадқа деген екен біз S максималдың табуымыз керек. S максималдың табу үшін оның формуласын С1 қосылған С2 қосылған С3 деп аламыз. Сонда С максималдың мәні 6 микрофарадқа тең болады екен балалар. Есептерімізді дәптерлерге жазып аламыз. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымызды бекітейікші. Мен сендерге сұрақ қоямын. Электр сыйымдылық дегеніміз не? Оның өлшем бірлігі қандай? Конденсатор дегеніміз не? Конденсаторлардың қандай түрлерін білесіңдер? Конденсаторлардың параллель және тізбектей қосылудың белгісін тұжырымдаңдар. Жарайсыңдар балалар, сұрақтарға өте дұрыс жауап бердіңдер. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.